Әріптестер, жаңа сіздер көрген әдістердің бірі бұл дудлинг әдісі деп аталады. Яғни дудлинг дегеніміз не дегенге келетін болсақ, бұның негізгі мағынасы шимайлап сурет салу деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл жерде Санни Браун есімді жас дәрігер зерттеген екен бұл әдісті. Оның айтуынша бұл әдіс жүйелеуді, есте сақтау қабілетін, ойлауды жақсартады, іске тың көзбен қарауға үйретеді. Яғни оқушыларға бұл тапсырманы берген кезде тақырыпқа сай 90-ның соңында қорытынды ретінде берсек болады. Қорытынды қайталау сабақтарында бұл әдіс жақсы сабақта іске асады. Яғни оқушыларға бір мәтін беріп, сол мәтін төңірегінде, сол мәтін ішінде жазылған ақпаратқа байланысты олар сурет салады. Мысалы, картаға байланысты тарих сабағында Ұлы Жібек жолы туралы өтсек те, немесе ұлы географиялық ашулар тақырыбында сабақ өткен кезде олардың салуы мүмкін картаны салып, немесе глобусты салып, соған байланысты тірек сөздерді жазып, және де екі сөйлеммен қорытындылап, сол тақырып бойынша қорғауына болады. Яғни бұл әдіс балалардың өздерінің мәтінде берілген затты оқып, одан кейін ой елегінен өткізіп, және шығармашылықпен сурет салу арқылы өз ойын жеткізеді. Және бір-екі ауыз сөзбен соны қорғайтын болады. Яғни ол кезде оқушылар тақырыпты жақсы меңгереді, және ой елегінен өткізіп, соны суретке салады. Оқушылардың негізінде әр сабақта тек қана тапсырмалар ғана беру емес, сонымен қоса осындай үйге тапсырма ретінде де беруге болады, шығармашылықпен айналысуға баулуға болады. Себебі сыныпта 20 оқушы болатын болса, соның арасында сурет арқылы, сызу арқылы есте жақсырақ сақтайтын оқушылар болады. Әр оқушыға әртүрлі подход жасауымыз керек. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басып қойыңыздар. Алдағы уақытта тағы да түрлі әдіс тәсілдерді салып сіздермен бөлісетін боламыз.